Сәлеметсіздер ме оқушылар? Здравствуйте, ученики! Бүгінгі сабақтың тақырыбы қыс айлары. Тема сегодняшнего урока – зимние месяца. Балалар, біз бүгінгі сабақта мәтін мазмұны мен кейіпкердің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтар құрастырып, оған жауап беруді және тыңдаған материалдың мазмұны бойынша иллюстрациялар құрастыруды үйренетін боламыз. Жаңа сөздер. Для начала урока мы с вами познакомимся с новыми словами. Выучи новые слова, запиши их в словарный тетрадь, запомни, как они пишутся. Күн, день, күн, день, күндіз, күндіз, днем, түн, түн, ночь, ұзақ, ұзақ, длинный, длинная или долгий, боран соғады, боран соғады, боран метет. Қыс айлары. Балалар, қазір қыс айларымен таныс боламыз. Бұлар желтоқсан, зимние месяца. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Желтоқсан, декабрь, қаңтар, январь, ақпан, февраль. Есте сақта, запомни. Ребята, мұнда біз жіктік жалғау – это личные окончания. Ребята, обратите внимание на окончание. Мен шаңғы тебемін. Окончание «мін». Я катаюсь на лыжах. Здесь мягкое слово, поэтому добавляется мягкое окончание «мін». Екінші сөйлем. Сен шаңғы тебесің. Ты катаешься на лыжах. Тебесің. Окончание «сің». Вежливая форма «сіз шаңғы тебесіз». Вы катаетесь на лыжах. Сіз окончание. Ол шаңғы тебеді. Он или она катается на лыжах. Тебеді. Окончание «д». Келесі тапсырма. Второе задание. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы. Прочитай текст. Қыс айлары желтоқсан, қаңтар, ақпан. Зимние месяца декабрь, январь, февраль. Қыста күн суық болады. Зимой не бывает холодным. Боран соғады. Бывает буря. Күндіз балалар қармен ойнайды. Днем дети играются со снегом. Катается на лыжах или на санках. Шаңғы шана тебеді. Қыста түн ұзақ, күн қысқа болады. Зимой ночью бывает длинными, а дни короткими. Алтыншы тапсырма. Шестое задание. Сұрақтарға жауап беріп, сөйлемдерді толықтырыңдар. Ответьте на вопросы и дополните предложение. Первый вопрос у нас. Желтоқсан қыстың нешінші айы? Желтоқсан қыстың бірінші айы. Декабрь – первый зимний месяц. Второй вопрос у нас. Қаңтар қыстың нешінші айы? Қаңтар қыстың екінші айы. Январь – второй зимний месяц. Ақпан қыстың нешінші айы? Ақпан – это февраль. Февраль – третий зимний месяц. Төртінші тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Тетради пишите четвертое задание. Бұл жерде берілген сөздерді сәйкестендіреміз. Сопоставьте данные слова и запишите в тетради. Үлгі. Здесь есть пример. Қар жауады.
падает снег, күндіз ойнайды, днем играет. И дальше продолжайте самостоятельно. Балалар, сабақ аяқталды, сау болыңыздар. До свидания, ребята.